12 жасқа толған балаларға арналған. Ассалаумағалейкум, қадірлі телекөрермен, эфирде қазақ толғам. Бүгінгі хабарда ақын, баспагер, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, Қазақстан Республикасы ақпарат саласының үздігі Мұрат Жетекбайдың шығармалары туралы толғаймыз. Алдымен кейіпкеріміз жайында түсірілген бейнесюжетке назар аударайық. Мұрат Жетекбай 1970 жылы 25 желтоқсанда Түркменстан Республикасы Красноводск ауданы Қошоба ауылында дүниеге келген. 1978-1988 жылдарда Қошобадағы нөмірі 14 орта мектепті оқып бітірді. Ал 1988-90 жылдары Мәскеу облысы Воронеж жерлерінде кеңес әскері құрамында борышын өтеді. 1997 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің журналистика факультетін бітірген. Мұратты жақсы прозаик болады жар деп ойлаған. Сөйтсем бұл ақын екен, төгілген ақын екен. Кейін өлеңдерін де жіберіп тұрды. Мынандай бір өлеңің шықты, көзің түсе қарап қой деген сияқты, шолып қоярсың, оқып қоярсың деп. Сонымен мен де жаңағы аудандық газетте жазып жатқан әңгіме, очерктерімді, эсселерімді соларды жіберіп жүрдім. Мұраттың бір жақсы жері ол оқыпты. Мен ұстау адам, жазған дүниемді қазір жазсам ертең бір жерге тастап жоғалтып жүремін. Екі досым бар, біреу Мұрат, біреу Сәкен Сыбанбай. Солар осы менің дүниемді солар ие болып жүреді. Сол кейінде маған Мұрат мен бір өрт деген шағын бір әңгіме туралы айтып, және соны қиып алған көрсетті. Ол аудандық газетте, сол менде оның түпнұсқасы да ешнәрсе істеп қалған жоқ. Сөйтіп хат араласып, жақсы достығымыз сол алыстан жалғасты. Ес тоқтатқан кездегі, жан-жағыңа қарай бастаған кездегі, күндерің романтикаға толы кездердегі тапқан досың шын досың болып қалады. Сол бір жақсы досым, сыйлас ағам, мұттаға деп қоятын біздің группаның мұттағасы аман болсын, шығармашылық табыстар тілеймін. 1990 жылдан бүгінге дейін баспасөз саласында үзбей жұмыс істеп келеді. Алғаш еңбек жолын Түркменстан Республикасы Жұмысшы газетінде бастады. Бұл басылымның алғашқы редакторы атасы Олжабай Жетекбайұлы болса, соңғы редакторлық қызметі өзіне бұйырды. Түркменстанда қазақтардың жалғыз түйір газеті болды. Алғашында 1932 жылы Қарабағаз көл жұмысшысы деген атпен шыққан. Осы газеттің алғашқы редакторы болған Олжабай Жетекбаев дейтін Мұраттың атасы. Ол кісі осы Курчевченко қаласынан бері қарай келіп, сол жердегі анау Каспийдің арғы бетіндегі Дағыстаннан типографиялық баспа сөз мына құралдарын алып келіп, газет шығаруы сол кездегі үлкен оқымысты, білімдар азаматтың болғандығын аңғартады. Білем әуелденде. Біз себебі ауылдасыз, жұмыстас болғанның алдында. Сосын біздің жаңағы ата әжелеріміз, әке шешелеріміз оның бер жағында. Содан қазірге дейін өздерімізде жақын араласып тұратын адамдарымыз. Мұратпен сол 90 жылдардың ортасынан бастап жұмыстас болдық. 90 жылдың бастарынан. Ол жалпы Жұмысшы газетіндегі істеген журналистердің барлығы да Қазмудың журфагын бітірген. Ал Мұратты айтсақ, ол 90 жылдың орталарында редактор болды Жұмысшы газетіне. Жұмысшы газетінің бір ерекшелігі, ол Түркменстанда қазақ тілінде шығатын газет еді. Бұл газет 1932 жылдан бері бастап шығады екен. Тағы бір айта кетерлігі, бұл газеттің алғашқы тұңғыш редакторы осы Мұрат Жетекбаевтың атасы Олжабай атамыз екен. Ол атамыз Отан соғысына кетіп, соны оралмай қалды. Ал енді осы газеттің соңғы редакторы мына біздің Мұрат Жетекбаев болды ғой. Аймақтық Олжа пресс республикалық Үшқиян газетінде тілші, жауапты хатшы, бас редактор қызметтерін атқарды. 2008-2013 жылдары аудандық Мұнайлы газетінің редакторы, 2013 жылдан облыстық Маңғыстау газеті бас редакторының орынбасары болып істейді. Мұраттың мақалаларын мен оқып та жүрмін, мақалалары
бір жақсы мақалалары бар. Мына тарихи тақырыпта жазып жүр. Анау ертеде өткен батырлар туралы жазған жақсы мақалалары бар. Жалпы Мұраттың бір жазу стилінде мынандай ерекшелік бар десем жаңылмайтын шығарым. Бұл жазғанда жаңағы дәлдікке сүйенеді. Өзін журналист адам ғой. Иә, фактіге сүйенеді. Сосын жаңа құжаттық негіздерге көбіне соған сүйенеді. Сосын ол енді және жақсы ғой. Журналистің негізгі қасиеті сол өзінің мамандығына сәйкес, жаңа көркем сөзден гөрі сол фактіге сүйеніп, құжатты деректі негіздегі материалдарды жариялап тұрады. Тарихи шығармаларға көптеген енді өзінде жазып жүрген кітаптар нелері бар ғой. Ана Балқантауға барған ел деген кітап шығарды. Сол кітапты жинақтап басы қасында болып, соның барлығына атсалысқан сол жұмысқа осы Мұрат Жетекбай. Қазақстан Республикасы журналистер одағының мүшесі, ақпарат саласының үздігі төсбелгісінің иегері, Мұнайлы ауданының Ақтау қаласының Маңғыстау облысы әкімінің алғыс хаттарымен, Мұнайлы ауданына 10 жыл, Ақтау қаласына 55 жыл батыр шапағатты медальдармен марапатталған. Жолдасы Гүлбану Аманқос қызымен 1992 жылы үйленіп отбасын құрған. 2 қыз, 1 ұлдың әкесі, әуесқой сазгер. Жаңғақтың ойы Маңғыстау, сарқылмас сағынышым, Ақтауым, ол біздің шағадам әндерінің сөздері мен саздарының авторы. 2006 жылы Балқантауға барған ел энциклопедиялық жинағының құрастырушысы, авторы, баспагер, Бабамұра М баспасынан жарық көрген көптеген кітаптардың редакторы. Мұрат, студиямызға қош келдің. Мінекей хабар арқисасынан, хабар жолашарынан біздер өзіңнің өмірбаяныңа куә болдық. Енді осыны тарқатып айтсақ, жалпы қазақ қолына қалам алып жүрген журналист ретінде бүгінгі қазақ журналистикасының қалай бағалайсың? Енді қазақ журналистикасының қай нәрседе өмір сияқты даму, қоғамда, адамда, соның ішінде қоғамның бір мүшесі ретінде журналистік өзінің заманымен, дәуренінің мен бірге дамиды деп ойлаймын. Ол кешегі анау Алаш арыстарының мысалға 20 ғасырдың басындағы анау қазақ айқап басылымдарының бастауынан бастау алған, одан кейінгі мынау қай кезде де оны бұрын біз патшалық Ресейге бағынышты болдық. Патшалық Ресей кезінде де ол қатаң цензура болған. Одан кейінгі мынау кеңестік кезеңде де, одан бері де тәуелсіздік алған жылдарда да журналистика бір кездері жақсы, еркін, жақсы дамып, бір кездерде бәсеңсіп, тоқырап дегенде қайтадан даму кезегінде. Қазірде де біздің қоғам, жалпы азаматтық қоғам жаңа бір елдегі саяси өзгерістермен байланысты бір кезеңнің алдында тұр деп ойлаймын. Бұл да жалпы қазақ журналистикасының алға жақсы дамуына бір ықпал етеді деп ойлаймын. Енді Мәке, Алматы ақшама газетіндей 3 мезгілдік ауқаттың қажетіндей деген екен Мұзапар Әлімбаев Алматы ақшама газет жөнінде. Енді осы орайда біздің Маңғыстау газеті оқырмандар қажеттілігін өтей алып отыр ма? Енді ең негізгі қызметі ол халыққа шынайы ақпарат жеткізу ғой, жедел жеткізу. Негізгі қызметін атқарып отыр. Ал енді ол қаншалықты деңгейде қалай деген мәселе болса, енді оны ол бөлек тарқатып кету керек. Негізгі қызметін атқарып отыр. Қазіргі енді облыстағы жаңа өзің 3 мезгіл дегенде, ол 3 мезгіл болса газетте аптада 3 рет шығады. Күнара деуі болады. 2-ші, 4-ші, 6-ші күндері мысалға. Сол бүкіл облыстағы аудандар, қалалардағы барлық жағымсыз бар, жаңалықтың барлығын сол газет арқылы оқырман көріп оқып отыр. Ол соны Мәке, осы орайда сын садағына іліккен мақалаларға жауап келе ме? Тиісті орындардан? Енді түгел барлығынан келеді деп айта алмаймыз да, негізінен жауап береді. Анау ашық қоғам деген мен бір арнайы бет ашып, сонда өткір мәселелерді қойып, сол тиісті жауапты орындарға хат жолдаймыз, соған жауаптар берілді.
енді тиісті жаңағы өзінің мезгілінде кейбір кешіңкіреп беріп жатады. Негізінде жауап беріледі. Енді сын садағын, сын мәселесін, ол проблемалық мәселе қазір енді жалпы жеткіліксіздеу деп жатамыз ғой кейде. Сын айтылып жатыр. Жалпы қазақ баспасөзінде одан нәтиже қорытынды шығару ол бір бөлек әңгіме. Енді баспасөз саласындағы алғашқы еңбек жолыңды Түркменстандағы Жұмысшы аудандық газетінен бастадың. Арқалағаны алтын жегені жантақ деп белгілі көсемсөзші Шерхан Мұртаза айтқандай, жалпы атағы жоқ, шатағы көп осы журналистика саласына қалай келді? Шындығымды айтсам, журналист боламын деп мен мынау әскерге кеткенше көп ойламаппын. Ол әскери боламын деп бір кездерде балалықпен, кейін дәрігер болсам деп, одан сол заңгерлік, армияға дейін заңгерлік Казуга заң факультетіне емтихан тапсырып, одан конкурстан қылап, одан маған жолдама берген. Талдықорғанда юридический техникум бар, сонда түсесің, соны бітіргеннен кейін университетке қабылдаймыз деп. Бірақ ол қатарларым сол кезде армияға кетіп жатты да, мен қолды бір сілтеп армияға барып келейін деп, әскерге кетіп, әскерде жүргенде сол аудандық газетке бір өлеңдер жолдап, сол әскерде басталып деуге болады. Сол енді ол жақта келген орыс тілде бүкіл баспасөз келген, сол әскери бөлімге барлық газет журналдарды оқып отырамыз. Сол қызығушылығым. Енді бірақ ар жағында ол қанда бар нәрсе мүмкін. Енді мына Жұмысшы газетіне келер болсақ, бұл газеттің алғашқы редакторы сонау 1932 жылы ашылған атаң өзіңнің Олжабай Жетекбай болса, осы газеттің жабылған кездегі соңғы редактор өзің екен. Бұл бір сәйкестік пе? Сәйкестік пе, жоқ, ол барлық нәрсенің тағдыр пешенеге жазылуы дейді ғой. Солай шығар деп ойлаймын енді. Ол жаңа кейде әзілдеп құрдастарым сұрап жатады, сен қайдасың қазір, қай жұмыстасың? Мен айтамай, сол баяғы ата кәсібімен айналысып жатырмын. Ата кәсібін қыл маған аштан өледі деген. Маған енді басқа бол. Не болмаса да осы жазу сызу газет төңірегінде сол енді 30 жылға жуық уақытымыз өтіп кетті ғой. Енді ұстаз жақсының ұстанымы жақсы дегенді көп айтамыз. Журналистика саласындағы ұстаздарың көп. Ұстаздарым сол менің жалпы алған бірінші мамандығым мектепте жүргенде тракторист деген, одан кейінгі әскерде жүргенде не дейді ғой, электрмен, газбен дәнекерлеуші. Бірақ ол сол күйінде пайдаға асқан жоқ. Армиядан келгеннен кейін сол редакцияға соққанымда Исағам Есберген Іңірбайұлы сол кезде мамандардың көп Қазақстанға, Маңғыстауға қоныс аударып кетіп, қадырдан қол көтеріп отыр екен. Бір орыс газетінде шыққан заметканы беріп, осыны аударып әкел деп, сол жерде аударып беріп, ойбай жұмысқа кел деп, алғашқы журналистика қабылдаған ұстазым Есберген Іңірбайұлы. Одан кейін Төлеген Тәжібаев деген ағамызды да мен ұстаз тұтам. 2000 жылда осы Үшқиян газетін істегеннен бастап Мырзатай Болат деген өте өзім қатты сыйлайтын керемет азамат бар. Оның бер жағында бүгінде енді Маңдайлы апамызбен де, Ғалым Әріп ағамызбен де жұмыстас қызметтес сыйлас болып келе жатырмын. Бұлардың барлығында менің осы кәсіби бағытта жетілуіме өз үлестерін қосқан азаматтар деп ойлаймын. Марат, енді өзің айтып өткендей, ұстазың Есберген Іңірбайұлынан біз сұхбат алған едік, тыңдап көрейік. Оқуға түспей тұрып, осы салада жұмыс жасауға бейім екендігін танытты. Міне қазір ол әбден қаламы төселген, белгілі журналистер қатарына енді. Мен өзімнің шәкіртім Мұрат менен мақтанамын. Келген сайын, көрген сайын, немесе қоғамдық жұмыстарда мына Маңғыстау газетін алғанда да бірінші сол Мұраттың жазғандарын барлығын тұшына оқып отырамын.
Мұраттың жақсы қасиеттерінің бірі де бірегейі ол халықпенен жақсы тіл табыса білуі, мына журналист ретінде қаламы қарымды, кәдімгі тақырыптың аясын дұрыс аша білуі, шынында да оның диапазонының кеңдігін көрсетеді. Қиын кезеңдер өтіп жатқан кезде жұмысқа келді. Анау 86 жылғы Алматыдағы желтоқсан көтерілісі кезінде, одан кейінгі аласапыран дәуірлердің барлығында да Мұрат өзінің ұстанымынан тайған жоқ. Сол батыл түрде айтып, сол кездегі күрделі мәселелердің барлығында дұрыс көтере білген, өзінің азаматтық позициясын ұстап келе жатқан мықты журналистердің біреуі екендігін танытты. Мұрат 2005-2009 жылдар аралығында аймақтық Олжа пресс газетінің редакторы болдың. Енді жалпы бұл басылымның бағыт бағдары қандай еді? Жалпы мен сол 90 жылдан бастап сөзім көбігінде сол енді мемлекеттік ол кезде аудандық газет жасадық. Кейін осы Үшкаян газетінен кейін 2005 жылдары бізде осы қалада орыс тілді енді мысалы Тумба, Лада, жарнамалық, ақпараттық бағыттағы басылымдар болды да, қазақ тілді газет болған жоқ. Осы олқылықтың орнын толтырсақ қалай болады деген көптен жүрген ой. Оған дейін де ақтау бизнес әртүрлі әрекеттер болған негізінде. Біз сол Олжа пресс газетін ақпараттық жарнамалық газет қылып шығарайық. Осы қаладағы, облыстағы жаңалықтарды, сосын ақпаратты жарнаманы күшейтсек деген. Ол кезде енді айтпай кетуге болмайды. Сол редакторлық жетекшілік қызметте болған Темірхан Тютеев деген ағамыз болды, марқұм болып кетті, иманды болсын. Екі тілде жазатын мықты журналист еді. Ол қоғамда қайраткері деуге болады. Ол өзінің принципінде адалдықтың сол туын құлатпай тік ұстап өткен азамат. Сонымен бірге басқа да жас мамандармен, оның үстінде кәсіби болмағанменен сол газетті ашып, енді бірнеше жыл сол жеке газеттің қалай шығару керек, қандай қиындығы бар, азап бейнетін көруде көрдік. Өзіміз жаздық, өзіміз шығардық. Енді бұл сол жылдары орыс басылымдармен енді көп болды, тәуелсіз басылымдар. Иқтіресіп тұралды ма? Тұралды, бастапқы кезде бәсекеге тұралды ма? Бәсекеге тұралды, оның барлығы да қаржы материалдық жағдайға тіреледі ғой. Бастапқы кезде ол елдің ішінде де қолдаймыз, ұштаймыз деген азаматтар болды, бірақ оның барлығы газет деген нәрсе шығыны көп, шығыны болғанда да ол жеке өзінің баспаханаң болмаса, тапқан таянғаның жарнамадан бар, басқадан бар. Баспаханаға бересің. Сондықтан сол баспахана, сол қымбатшылығы, сол газеттің жұмысын еркін жүргізіп кетуге жаңағындай мықты демеуші, қаржы көзінің болмағандығынан біз оны одан әрі сақтап тұра алмадық. 2 жылдан кейін жағдай қиындай берді, айлық алу қиындап кетті. Былайша айтқанда өлермендікпенен жұмыс жасап, айлап айлық алмай, бірақ сон жолға қойып келдік. Енді өкінішке орай. Енді жаңа сөз арасында айтып қалдың Үшкаян газет жөнінде. Осы Үшкаян газетінде жауапты хатшы, редактордың орынбасарлығы қызметін атқардың. Бұл басылымда оқырмандардан уақытында оң бағасын алды оқырмандардың. Бұл жалпы ел тарапынан оң бағасын алды. Сосын менің жеке журналистік кәсіп жолындағы өмірімде де үлкен мектеп болды деп айта аламын. Сол 2000 жылы ол кезде мен Жетібайдағы 7-ші мектепте бір жыл мұғалімде болып жұмыс жасаған адаммын өз еңбек жолында. Сол кезде сол мектепке келіп Мырзатай Болатов ағамыз болашақ сол газеттің бас редакторы. Оған енді ол жайды айтқан меніңше қазіргі мынау ақын ағамыз, мықты Светқали ағамыз бен Сабыр ағамыз сол газет ашайын деп жатырмыз, Үшкаян деген республикалық деңгейде. Сол мамандар жинақтап жатыр екен, солар
Мырзатай ағамыз айтқан сияқты, сонымен солай бардым мен. Ол кезіндегі енді 2000 жылдар сол кезеңнің дәуірдің үнін естірген ашық, шыншыл, өткір басылым болды енді шындығын айтқанда. Кәдімгі осындағы билік басындағы, іс басындағы азаматтарда олардың кемшіліктері бетке айтылды. Енді ол оған тиісті нәтиже шығарды. Ол жалпы қоғамның, өңірдің дамуына өз ықпал әсерін тигізген. 2008-2010 жылдары Мұнайлы газетінің редакторы болдым. Жаңа ауданның өсіп өркендеуі үшін қызмет еттіңдер. Жалпы тираж қаншалықты болды, оқырмандар талап тілектерін орындауға күш салдыңыздар ма? Енді ауданның өзі 2007 жылы жазда ашылды. Сол 2007 жылы желтоқсанда Мұнайлы аудандық Мұнайлы газеті ашылды. Ол кездегі енді әкімнің ол кезде орынбасары болды. Елубай Әбілов деген ағамыз сол шақырып, аудандық газетте бұрын жұмыс жасадың, білесің деп, жаңадан ашылып жатқан ауданда жаңа газет шығардық. Ол сол ауданмен бірге қазіргі күнге дейін бұл газет шығып келе жатыр. Сол газетте 5 жыл редактор жұмыс жасадым. Нағыз қиын кезеңдерде аудан жаңадан құрылып жатқан, әлі мынау барлығы дача дейміз, ауылдық мәртебе алмаған, медицина, әлеуметтік жағдай, мектеп, балабақша деген мүлдем жер мәселесі жоқ. Жер мәселесі, ол жер мәселесі әсіресе анау бірнеше адамға жер сатылып жүрген, анау газ қосылмағандықтан көп жарылыстар болды, қайғылы оқиғалар болды, қиын кезеңдер болды. Сол кезеңде елмен бірге елді сол ақпарат жеткізіп, ағартып, сол ауданмен бірге өсіп жетілген, ол Мұнайлы газетінде өзінің орны бар басылым болды. Халықтың да қадерінше қажетін өтеді, күні бүгінге дейін де атқарып келе жатыр сол қызмет. Енді 2013 жылдан бастап Маңғыстау газетінде, қазіргі облыстың бас газетінде бас редактордың орынбасары қызметін атқарып келесің. Енді бұл басылымның өзге басылымдарда жоқ артықшылығы бар ма? Не деп айтар едіңіз? Артықшылығы. Енді бұл газет қалай болғанда да аймақтың бас газеті, өзіндік тарихы бар. Мысалға сол 73 жыл облыс ашылды. Содан бері қарай келе жатқан, ол жерде талай бізге дейін де небір мықты журналист, қаламгер, жазушы, сыншы, сықақшы, ақыны бар мықтылар жол салған бір ода мектеп үйі. Оның ерекшелігі дегенде, енді қоғамдық саяси газеті ғой, осы Маңғыстау облысында. Онда қоғамдық саяси өмірден де басқа бүкіл осы әдебиет, өнер саласына қатысты енді елдің шежірестегі болады. Көптеген оқиғалар да, жеке тұлғалар да, оның үстіне жаңағы оның мерзімділігі аптада, қазір бұрын тіпті 5 кезек шыққан да уақыттар болды ғой. Аудандық газеттердің өзі аптада 3 кезек. Қазір енді облыстық газет 3 кезек шығады. Соның өзі енді бұның жеделдігін, ақпарат сонымен оған бұлай ауызға айтуға оңай, аптада 3 кезек шығады деп. Күнара шығатын газет материалменен. Бұл түсінікті. Енді жалпы сайталы жұмыс жасап тұр ма? Лезде жедел халықты таныстырып отыру мақсатында. Қазір енді бұрын газетке жарияланбай тұрып сайттан шығарып отырасыздар ма? Жарияланбай тұрып та шығады. 72-92 жедел ақпараттар, мысалы ол кешкі мезгілде ме, таңғы мезгілде ме болған оқиғалар, жедел бұрын 72-92 инфо деген сайт еді, қазір Маңғыстау медианың арнайы сайты жақсы жұмыс жасап тұр. Оны жолға қоюға осы Кәмшат, Абдырайым, Айгүл, Дәден секілді мықты қыздарымыз жолға қойды. Қазірде сол осы облыстың көп ақпаратын көпшілік сол интернет арқылы осы пайдаланып отырған сайт деуге болады, белгілі. Мәке, енді мына облыстың бас газетінде бірге қызметтес болған ардагер журналистердің, қазірде жұмыс жасап жатқан ардагер журналистердің лебізін тыңдайық. Бұл енді өзі ойлы, сөзін тігісін жатыға білетін, енді
өзінің сөздің қадірін білетін жігіт, бұл шығармашылығын деп айтқандағы. Ал енді жаңа өзің айтып отқанда бір кабинетте отырып болған екенсіздер, бірге жұмыс істеген екенсіздер деп. Иә, мен осы зейнеткерлікке шығардың алдында 2 жылдай бірге. Сол кезде бұл енді Мұрат деген бірінші газеттерді болды, соларда жұмыс істеп келді ғой, соның осы. Мына Маңғыстау медиа болып қосылғаннан кейінгі осы неге келді, Маңғыстау газетіне келді. Ал енді бұл төркінді айтқандағы Мұраттың өзін білетін жағындағы бұл өзі мынау өте бір қарапайым адаммен қарым-қатынасқа өзі сыпайы, үлкен алдынан кесіп өтпейтін, қатарымен бірге өзінің сөзін төркінін білетін, сөйлейтін сондай азамат былай қарағандағы. Ал енді сондықтан бұның қашандағы әргі жұмысы бәрті жұмыстар атқарған болар. Кезінде осында енді әргі басшылықта жұмыста жүр қазір мезгілдегі. Сол өзі ұжым дейміз ғой, соның ішіндегі кісілермен тіл табысуға, тіл табысып жұмыс істеуге, біреуге әргі әкімшілік тұрғыдан сен былай дейтіндей әңгімесі жоқ, өзінің атқарып беретін шаруасы бар. Ал енді өз басым риза болатын осы жаңағы бір нәрсеге апшымайды. Ал өз басым осының енді ашуланып неткен мезгілін былай көрген жоқпын. Алдымызда, үлкеннің алдында солай болар, несі болар, қатарларындағы. Ал енді өзін білетін тұрғыдағы мен Мұратты осындай азамат деп білем. Бұның шығармалары нақты образдар арқылы жазған газеттегі материалдарда анық көздеп, зерттеп, анықтап халыққа жеткізеді. Сондықтан біздің өзі мақсатымыз да, ойымыз да халықтың көкейіндегі дүниені халыққа боямасыз жеткізу ғой. Сондықтан мен бұл ініме тілегімді бір 2 шумақ өлеңнен қорытындылайын. Әрбірісің мұра болар балаға, шашау шығып шашылмайтын далаға. Сияқтысын қарап тұрсам мұреке, шақ адамнан шарықтаған шағала. Сөз қылмайтын шөңге шөпшек қаңбақты, және дағы бүгіп санап бармақты. Оқырманға ой салатын орынды сөздерің бар, кесек-кесек салмақты. Кейбіреу бар сөзінен артылмас, ал сен болсаң інімедің тағдырлас. Фейсбуктан қарақтағы байқаймын, түйдек-түйдек сөздерің бар сарқылмас. Қызықтырған қаламсапты жер сарай, шатастырар шежіре көп кері қарай. Тұп-тұнық боп тарих жатыр көмбеде, шақ адамнан шұбатылған бер қарай. Несі байдап ұшырғандай самалым, бармасам да өзім тауып амалын. Сенің туған аймағыңды аралап, бір-екі рет барып қайтты қаламым. Демейсің ғой, оңды солды шайқаймын, азаматы емессің ғой айқайдың. Торға түскен торғайдай боп тыпырлап, жатқан іште қазынан көп байқаймын. Мұрат, тағы бір қырын баспагерсің. Мына Баба Мұра М баспасынан жарық көрген көптеген кітаптардың редактор болдың. Жалпы Баба Мұра М баспасынан қаншама кітап оқырмандар қолына тиді? Енді ол осы күнге бұл баспа жөнінде де айта кету. Иә, баспа дегенде енді бұл өзінің жеке баспаларын. Иә, Баба Мұра М баспасын сол Алматыда ағам, ол да ақын, журналист. Болат Жетекбай ағамыз бірге қолға алғанбыз. Қайда одан бері де 12 жылдай болды ма. Көптеген кітаптар шықты. Қазір енді нақты оны санап неткен жоқпын, бірақ 50-ден астам кітап шықты енді. Осы негізден біздің Маңғыстаудың қаламгерлері осындағы ағайынның еңбектері, туындылары, оның ішінде не бір
мен деген жақсы енді қазіргі Қалбай Абдыраман ағамыздың, Мырзатай Болатовтың бірнеше кітабы, Үміт Жәлек апамыздың бірнеше кітабы, Темір Мыңжастың, тағы да сондай көптеген ақын жазушылардың. Негізі жергілікті маңғыстаулық қаламгерлердің, жазушылардың еңбектерін осы жерден өздерінен қабылдап аламыз. Ол Алматыға я басқа жаққа барып сабылып жүрмейді. Осы жерден қаралып, жөліп, сол баспахана Алматыда, сол жақта дайындалды. Енді соның бірі мінекей өзіңнің кітабың жарыққа шықты, жинақтаушы Балқан тауға барған ел деген кітабың. Бұл да осы Баба Мұра М баспасынан жарық көрген екен. Енді жалпы осы еңбегің туралы айтып өтсең. Бұл кітаптың да енді 2006 жылы шыққан болу керек. Осы баспа жұмысының байланыс ашылуы да осы кітаптан басталды десем болады. Балқан тауға барған ел деген кітабымыз енді біз жалпы қазақ елі, соның ішінде Маңғыстау халқы, мынау саясат, солақай саясаттың, қуғын сүргіннің, небір нәуеттің зардабын, қасіретін тартқан аймақпыз ғой. Қазақтың бір бөлшегі осы біз тарауы, қазақ тарихының бір тарауы осы Маңғыстаудағы адай халқының тарихы десек, бұл кісілер кеше әрідегін айтпағанның өзінде бүгінгі кейінгі мынау 20 ғасырдың 20-30 жылдардағы дүрбелеңде көп елдің, осы Маңғыстау елінің нобайы, кейде 60-70%-ға дейін дейді ғой, сыртқа жөнкіліп сыртқа кетті. Әрсі ауған, Иран асты, Тәжік асты, Өзбек, Бесқала, ең берісі осы Қарабағаздан әрі осы жаңғақтың ойына бүкіл Түркменстанда жайғасты. Ол ел арадағы бір тарихымызда ақтаңдақ сияқты болып тұрды. Сол арадағы 30 жылдан кешегі, мысалы 90 жылға дейін 50-60 жылда кезеңдегі тарихтың олқылықтың орнын толтырайық. Кімдер кетті сыртқа? Олар қайда барды? Не істеді? Олардың арасында қандай небір мысалға жыршы, жырау, дін қайраткерлері, байдың, батырдың тұқымдары, олардың барлығы да қудаланып, солардың көпшілігі сыртқа көшіп кетуге мәжбүр болды. Солардың өмір тарихы, солардың қысқаша да болса деректерін жинақтап, көп жылдардан бері жинақтап жүрген деректерімді осындай бір энциклопедиялық жүйеде жинақталды. Оның ішінде көптеген адамдар туралы, көптеген елді мекендер туралы, осы қазақтардың барған, сол жақта ашылған, жаңа шығарып отқан газеті, қазақ педтехникум Красноvodскіден ашылған. Сосын анау ол кезде осы педтехникумды аяқтаған, осы педтехникумнан білім алған талай ғұламалар, мүйізі қарағайдар, ғалымдар шықты. Иә. Соның бірі мысалға Құбайдолла Айдаров, ең көрнекті бір өкіл десек болады. Сол Қарабағазда еңбек жолын бастаған, сол сияқты жалпы жаңғақтың ойындағы осы көршілес негізінен енді қазақтардың сол көшіп барған, сол жаққа орналасқан. Соларға білім беру, ағарту саласында үлкен рөл атқарған. Қазақ педтехникумде тек қазақтармен қатар. Балқан тауға барған ел кітабының өзінде де деректер, көбі тарихи фактілерге сүйенген. Енді мана осы әңгіме барысында сұхбат бергенде аға журналистеріміз өзіңді жалпы көп дерекке сүйенеді, тарихи мәліметтерге иек артады деді. Осы жалпы өзіңде сол тарихи шығармаларға көптеп жазып отырсың ба? Қалам тербейсің? Тарих енді кез келген ол саналы жазу сызудың төңірегіндегі адамды тарих қызықтырады ғой. Жас оқыған сайын тарих, біз кім болдық, кешеден бүгінге қайдан келдік, қалай болдық деген сияқты. Сол сияқты ол кешегі 30 жылдардан осында болған дүрбелең, адай көтерілісі мысалы 31 жылы Маңғыстауда ол жеңіліс тапқаннан кейін көбі сол жазаланған, жазадан құтылғандары Түркменстан жеріне ығысып кетті. Сол жерде жалғасты мысалы 31 жылы мысалға
сол жердегі анау бұрын басмаш деп жүрген, бұрын бір-бірімен қақтығысып жүрген қазақ мен түрікменнің қолы бірігіп, мысалға қызылдарға қарсы күресейік деп, ол жерде де белгілі адамдар, ол да үлкен жатқан тарих. Жазусыз, көбі қозғаусыз жатқан белгілі адамдар бар, көзі сол кезде қайтыс болған, кейін өмір сүрген. Солардың барлығы қызықтырады. Осы тақырыпта ізденіп, енді бірақ тарихи тақырыпта ол қателесу бір ауыз сөзден қателік жіберсең, ол кейінгі ұрпаққа алдында ұятты болып қаласың. Сондықтан оған енді байыппен барып, еңбек, қазіргі қолға алып жүрген еңбектеліп жатырмын осы уақытта, тарихи уақытта, алдағы уақытта. Мәке, енді мына өзіңмен бірге қызмет жасамаса да, өзіңмен әріптес болмаса да, жалпы осы өлке журналистикасына сүбелі үлес қосқан бірқатар журналистерде өзің туралы ой пікір білдіргенді тыңдап көрейік. Шыққаннан бастап Мұрат Жетекбайдың мен таныстығын бастады дей берсе де олар. Көзбе тек былай өзім сырттан білетін жазғандарына өзім риза болып, бір ішінара өлең жазатын еді. Кейін енді өлең жазған көрмей кеттім мен. Артынан енді мұнда Ақтауға мен өз жағдайыммен көшіп келгеннен кейін бетпе-бет танысқаным сол. Алғашқы кітабым шығатын жылы солардың баспасынан шығардым жаңағы. Баба Мұра деген баспасы бар ғой. Содан бастап көзбе-көз етене танысып, күні бүгінге дейін жақсы жолдас болып жүрген. Бұл жігіт енді журналистикада бір із қалатын бір жігіттер бар ғой, өзің Маңғыстауда. Журналистиканың өзінің адамдарына Талғат Атшыбаев, Мұрат Әбу Базархан деген сияқты. Солардың қатарында жүрген бұрынғы, қазіргі біз енді журналистиканы екі бөледі ғой, ескі жаңа деп. Сол бұрынғы ескінің қалдықтары деп жүргендер жаңағы журналистиканың кәдімгі майын шағып, қызыл тілменен тілдері бар әдемі журналистер, кәдімгі әдемі жазатын. Ал мына жаңа деп жүргендер, олар тек қайда, не, қашан соны айтатын. Тек мына өсіңнің тілімен айтқанда комментарий беретіндер, ақпарат беретіндер. Бұлар енді баяғы сол Совет заманынан қатқан жаңағы сұрыптама жасайтын бағдарламаларға өз тілінде жақсы әдемі маған жаңағы газетте шығатын дүниенің бәрінің бет-пердесін ашып беретін жақсы журналистердің санатын деп есептеймін бір жігітті. Журналист ретінде ол кісіні қатты бағалаймын. Мұрат Жетекбайды айтып тұрмын. Әлі де жасқа ол журналистке қазіргі оның жүрген дәл жасын білмеймін. Енді жаңа журналистке жүргеннен кейін қатар адам сияқты жүре береміз, дәл жасын білмеймін. Бірақ енді әлі де беретінен, бергеннен берер көп. Мұраттың ағасы Болат Жетекбайды Алматыда тұратын. Бұл екі тумалас жігітте, екеуі де ақын, екеуі де журналист, екеуі де қаламы қарымды. Осы қазақ журналистикасында, қазақ сөз өнерінде өзіндік орны бар азаматтар. Енді Мұраттың бір тамаша қасиеті өзінің ауылдастарын, жерлестерін ұйымдастырып, әрдайым әртүрлі жақсы іс-шаралардың басы-қасында болып жүреді. Сол Мұраттың өзінің ауылдастарын арнап шығарған өлеңі бүгінде жерлестерінің әнұранына, гимніне айналған. Мұрекеңнің сол анау 30 жылдардың ойранында ата жұрттан ауа көшіп, аласапыран уақытта елден біраз уақыт көз жазып қалған қилы тағдырлар туралы Балқантауға барған ел дейтін кітабы. Бірнеше шығармалары бұл біздің соңында сорғалаған көз жасымен сойдақтаған ізі қалған қанды тарихымыздың қатпар-қатпарларын ашып көрсету үлкен еңбек сіңіретін еңбектердің бірі деп есептеймін. Жалпы бұл жігіт тек өзінің шығармашылығымен ғана айналысып қоймайды, осы елдің осы қалай деген азаматтарының шығармаларын жарыққа шығарумен айналысып келе жатыр. Мысалы, Ерекен Қорабаев ағамыздың алғашқы тұңғыш кітабы осы Мұрат басқаратын Баба Мұра баспасынан жарық көрді. Кейін марқұм Қамбар Оразов ағамыздың алғашқы және соңғы кітабы да осы баспадан шықты. Осындай игі істердің әрдайым басы-қасында жүреді. Кейін Мұрат
өзінің жекеменшік Олжа пресс дейтін газетінде ашып, осы жас мемлекеттің баспасөз саласын дамытуға үлкен еңбек сіңірді. Мұрат, жігітке жетуіне разы дейді. Әуесқой сазгерсің, былай айтқанда композитор. Жаңғақтың ойы Маңғыстау, Сарқылмас сағынышым, Ақтауым, ол біздің шағадам әндердің сөздері мен саздарының авторсың. Енді бұл әндер қалай туады? Қашаннан жалпы осы әуесқой композитор? Енді жалпы әуелденде сол өлең, домбыра шертіп, гитара ұстап, жас кезімізде анау вокальды аспапты ансамбльдерінде ойнадық. Одан құр емес, бірақ енді менікі әуесқойлық қой. Оны бір кәсіби мықты сазгермін деп өзімді мен санамаймын. Бірақ енді көңілдің бір шуақты сәттерінде келген ән, әуен, саз, солар туған. Енді қазір бір 5-6 ән, сосын оншақты ән сөзінің авторымын. Осындай нәрсені айтуға болады енді. Мәке, мына газет журналдар саны жөнінен Маңғыстау облысы өзге облыстардан салыстырғанда көші әлде қайда кейін. Осы қынжықтыратын нәрсе. Әрине, бірақ енді ол географиялық орналасуымыз әуелден қарым-қатынастың қиындығы. Қазірде енді кешегі президентімізді айтып өткенде 9 жолдың торауында тұр деп. Бүгінгі кезең енді алдағы уақытта да мынау су арқылы да темір жол, әуе, қарым-қатынас, соның барлығы да ол біздің журналистиканың да алдағы уақытта жақсы дамуына себеп қарқын береді деп ойлаймын. Оны енді кенжелеп қалмаған. Бірақ әрине бұл салыстырмалы түрде Шымкентпенен болмаса Ақтөбемен, Атыраумен де салыстыруға келмейді. Бізде әлі ол жағы кенжелеп жатыр. Енді қазір оның үстіне мынау бұрынғы дәстүрлі газеттерден гөрі енді интернет журналистика, конвергент журналистика дейді. Сол қатардан жатыр. Ол жағынан бұл әңгімеге қазір оралатын боламыз. Жалпы газет басшылығы мен өзің жол нұсқаған жас журналистерден де біз сұхбат алған болатынбыз. Тыңдап көрейік. Бұл кісі өте батылды, материалдарын жазғанда талабы өте биік. Және де әрбір очеркі болсын, қашан болса да тарихи фактыға сүйенетін адам. Ең бірінші факт. Бұл кісінің журналистикада өзінің почеркі бар, бұл кісінің өзінің әлемі бар, бұл кісінің өзінің оқырманы бар. Айта кететінім, бұл кісінің адамгершілік жағы, адами қасиеті өте қарапайымы, өте қашан болса да, кімге болса да кішісіне кіші деп, інім деп, үлкеніне аға деп, қай уақытта болса да телефон соқсаңыз да ешқашанда қолынды қақпайды. Қашан болса да көмектеседі. Жас мамандардың бәрдері Мұрат аға дейді. Мен ойлаймын, бұл кісі лайықты аға дегенге. Журналистикадағы үлкен біздің ағамыз. На Мурата всегда можно положиться. Всегда можно в трудные минуты, когда в чем-то сомневаешься, когда не знаешь, когда нет, скажем, такого творческого вдохновения, всегда у него можно спросить, и он всегда подскажет, укажет на новые какие-то направления, он всегда в курсе всех событий. Вот. И я думаю, он один из тех людей, кто Мангистау медиа вообще в нашем холдинге. Вот бывает, знаете, бывает так, что когда приходишь на работу, да, и всегда вот работаешь, и есть люди, если которых не видишь, их начинаешь искать. Да? Вот их как будто вот не хватает чего-то в коллективе. Вот Мурат, он один из них. Его колоссальный опыт в работе в редакции областной общественно-политической газеты, он, конечно, всегда помогает прежде всего мне. Мурат Читекбай Маңғыстау облысының журналистика саласында өзіндік қолтаңбасы қалыптасқан білікті тәжірибелі журналист. Жоғары оқу орнын тамамдап қызметке кіріскен шағымда Мурат Читекбай
аға ретінде, білікті тәжірибелі журналист ретінде өзінің ақыл кеңесін бізден аяған жоқ. Мұрат Чечекбайдың қаламынан шыққан дүниелерді біздің оқырмандарымыз іздеп жүріп оқиды. Себебі әрбір мақаласы өзінің терең тарихи танымы мен ерекше жазулы стилімен ерекшеленеді. Мұрат ағамыз өзінің ортасына сыйлы ұжымдастарының арасында үлкен абыройға ие. Ол кісіні аға ретінде, кәсіби бағыт-бағдар беретін журналист ретінде біздер, жас журналистер, ұстаз ретінде қабылдап сыйлаймыз. Алдағы уақытта Мұрат ағаның шығармашылығына табыстар тілейміз. Бәке, оппозициялық басылымдар көп болмағанымен бар. Қалай ойлайсыз? Жалпы сол газеттердің ұстанымдары, қалың бұқараға ұсынып жатқан дүниелері қаншалықты объективті? Енді мүлдем жалған деп те айтуға болмайды. Бірақ енді барлығында мүдде ол. Кімнің мүддесін айтып отыр? Елдік мүддеде айтылып жатыр ма? Белгілі бір топтың ұйымдық мүддеде айтылып жатыр ма? Соған байланысты ғой. Шындық, ол қалай болғанда да халық қазір көзі ашық. Енді шындық, кейде шындық айтылмайтын шындықтарды айтады. Кей жерде асыра сілтеп, біреуге жаңағы мүдделі топты... соның мүддесін қорғау үшін біреуге жала жабатындай да жағдайлар болады. Енді ол қазір енді мына әлеуметтік желінің дәуірінде болғаны керек, қажет ақпарат. Конечно, әрине ол болды, бола да береді. Қазір жалған ақпарат пен жадағай сенсацияның ғана заманы туып, солар салиқалы талдаумен салмақты ой кейінге сылып бара жатқан жоқ па? Ондай бар тенденция. Жалпы телеарнада да, басқа неде де ән, әуен, концерт, не көп не уақыт беріліп, салмақты аналитикалық нәрселердің кемшін соғып жатқаны ол шындық. Ол орын толтыратын нәрсе алдағы уақытта. Әлеуметтік желі қағаз басылымдардың пәрменділігін әлсіретіп жіберген жоқ? Әлсіретіп жіберді деуге болмайды, бірақ бәсекелестіктің күшеюіне себеп болды деп ойлаймын. Енді ол әр нәрсенің өзі қазіргі заманның құралы, бұрынғы дәстүрлі журналистерде сол жеделдікке үйретуге мүмкін, оның да өзінің себебі бар шығар. Ашық айтуға. Көзқарақты деген адамдардың өзі әлеуметтік желілердегі оқырманы көп блогерлерге, журналистерге, немесе басқалар сондай блогерлерге сенетін сияқты. Бұның себебі неде? Бұның себебі әңгімені, мәселені ішінде болып ортасында жүрсе, ашық айтса, аудио, бейне жаңа нелермен, дәлелмен беріп жатса, соған сенеді. Ол бір жағынан оның әлеуметтік желілерде кейде қауесетте тарап, ойбай бұрынғы бір бейне нені салып жіберіп те елде дүрбелең тудыратын жағдайларда нетіп отырады. Сондықтан енді ол байыпты байсалды, ал енді кәсіби журналист болса, ол әрбір сөзіне, әрбір фактіге, шындығына негіздеп жазады. Сондықтан енді оның айырмашылық сода деп ойлаймын. Енді аға буынның жастарға қамқорлығы жайында не айтар едің? Енді өзіңіз де оның шет жағасын көрдіңіз. Мына өзіңнен кейінгіні көріп қартаясың дейді ол. Енді сол айтпақшы, мына кейінгі жастарға үлгі етіп отырсыңдар ма? Ағалық үлгі етіп отырсыңдар ма? Әрине, біздің енді өзіміз ағалардан көрген сол қайырым мейірімді, өнеге өсиетті кейінгі буынға жалғастыру, ол ұрпақтар сабақтастығына сай, ол заңдылық нәрсе. Қолымыздан келгенше кейінгі жастар, көптеген жастар қазір ол алды, мына республикалық дәмдес, қызметтес болған іні қарындастарымыз қазір әр салада жақсы қызметтерде жүр, байланыстамыз, үнемі қажет деп жатса ақыл кеңесімізді айта қоямыз. Ол енді ол үзілмейтін бір алтын шынжыр ғой, үлкен бір шежірелі өмірлік жолымызда. Азаматтық ұстаным демекші, журналист өз мақаласына пікірін білдірмеу керек деген қағида бар. Бұл журналистің өз пікірін білдіруге құқы жоқ деген сөз бе, қалай ойлайсың? Жоқ, өз пікірін неге журналист те бір
қоғамның бір мүшесі, азаматтық қоғамның. Сондықтан ол мүлдем ол пікірін айтпайды. Бірақ объектив түрде екі жақты да сөйлетіп, екі жақтың да өзінің сөзін дәлел дәйегін келтіріп, түйін жасауына әбден болады деп ойлаймын. Қазақ мемлекеттік университетінің алғы студенті болдың деп, Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы, курстасым Дәурен Қуат осы бүгінгі хабар барысында сұхбатында айтқан еді. Енді Алматымыз жасықтың гүл іспетті, қаншама жас сұлбаққа қоныс деп, белгілі ақын Қадыр Мырзалиев жырға қосқандай, арман қала, сол кездегі жітік дәурет, жалпы студенттік кезеңге азғана тоқталып өтсек. Енді анау Ақбас, Алатау, Алып Шақар, әсем көрік, жастық желік, барлығы да енді ол кезеңде білің бе деген, білсем деген, көрсем деген ынтызарлық, ұмтылыс сол кезеңдерде өтті ғой. Достар таптық, небір анау Алты Алаштың, 300-дің жақсы жайсаңы жиналған білім ғылымның ордасында Алматының ол өмірдегі бізге берген тәлім тәрбиесі бөлек. Соның ішінде достарым жаңа бірге оқыған. Енді осы курстас достармен хабарласып тұрасыз? Хабарласып тұрамыз, ортақ чат бар, байланысып тұрамыз үнемі. Той жиынға анау 20 жылдыққа барып келдік. Алматыда, Шымкентте кездесулер өткіздік. Енді соңғы сұрақ, бүгінгі қазақ баспасөзі төңірегінде қалыптасқан атмосфера туралы не айтар еді? Қазақ баспасөзі қазір менімше бір дауылдың алдында тыныштық дейміз ба, үлкен бір жаңа кезеңге аяқ басқалы тұр деп айталам. Өмір, қоғам, саяси жүйе бәріне өзгеріс келеді. Оның барлық сонымен бірге қоғамның алдыңғы легінде ағартушы ретінде жүретін журналистика саласының да жарқын күні туады. Қазақ журналистикасы қарқынды дамып, сол әлемдік, қазір мынау ғаламдық жаһандандырып жатырмыз, сол бәсекеге лайық болады деп ойлаймын. Ұлтыма, халқыма сенеміз. Мәке, енді бүгінгі хабарымызға келіп сұхбат бергеніңізге алғыс айтамыз, қаламыңыз жүйрік болсын. Осымен қадірлі телекөрермен, қазақ толғам өз мәресіне жетті. Қазақша толғап ұлттық құндылықтарымызды қолдап жүрейік. Сау болыңыздар.